Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылы, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін осындай бір таңғы ас жасадым. Өте пайдалы болатын, керемет күш беретін ас. Өткен видеоларымда менің бар болатын маш өсіру әдісін көрсеткен болатынмын. Осылай машты өсіріп, өте пайдалы тағамға айналдырдық. Енді осы машты мен қазір таңғы ас жасағым келіп отыр. Ол үшін мен 2 жұмыртқа аламын. Міне мен жұмыртқамды, міне қараңыздар, жұмыртқа менің егіз, яғни 2 сары уыз шықты бір жұмыртқадан. Өте тамаша. Енді екінші жалпысында 2 жұмыртқа жеткілікті. Осылай аздап тұзымды және бұрышымды салып, қазір жақсылап тұрып араластыратын боламын. Маш деген өсірілген маштың құрамында цинкке, селенге, калий, фосфор, минералдарға өте бай болады. Сондықтан күніне 20 грамм машты жеу сізге жеткілікті минерал аласыз, бір күнге жеткілікті минерал алып тұратын боласыз. Сондықтан әртүрлі тағаммен, осылай жұмыртқамен қуырып, салаттарға қосып, қарапайым огурцы помидордың ішіне де осылай қосуға болады бұны. Міне енді табамға құттай май құйдым. Кішкене табам қызғаннан кейін қазір мен жаңағы смесімді осы табама құйдым. Бетін жауып, осылай қойып қоямын 5 минуттай. Машты жалпы осылай өсірілген машты пайдалану үшін 1 минут қана ыстық суда қайнатып алсаңыздар, маш дайын болады. Немесе ыстық суды құйып, бетіне жауып қойып қоюға болады. 1 сағатқа бұқтырылып, сол кезде машыңыз пайдалануға дайын болады. Міне осылай 5 минуттан кейін ашып, мен кішкене көк шөп, яғни укроп септім. Сіздер өздеріңіз укроп па, петрушка ма, қалауларыңызды қарайсыздар. Осылай тағы бір 5 минут тұрды. Міне менің тамағым дайын болды. Таңғы ас өте пайдалы, күш беретін, тойымды таңғы ас шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.